әртекті қоспалардың екінші әдісі сүзу. Ол үшін біз қоспа дайындаймыз. Құмы бар стаканға су құямыз. Шыны таяқшамен араластырамыз. Бізде түзілді әртекті қоспа. Құмнан және судан тұрады. Енді құм мен суды бөлу керек. Құм мен суды бөлу үшін біз сүзу әдісін пайдаланамыз. Ол үшін мынадай прибормен пайдаланамыз. Ол штативтен тұрады, сақинадан тұрады, сүзгі және стакан. Енді шыны таяқшаны аламыз. Шыны таяқшаның үстіне банағы қоспаны құямыз. Сүзу әдісі арқылы біз құм мен судан тұратын қоспаны бөлдік. Құйғыда сүзгіште құм жиналды, ал стаканда су жиналды. Бұл тәжірибені орындаған 9-шы химия математика сынып оқушысы Нұрсая Жұмабай. Рахмет.